айтамыз. Бұл жасанды интеллекттің этикалық және әлеуметтік аспектілері. Жасанды интеллект күнделікті өмірімізге белсенді түрде еніп жатыр, ал оны дұрыс әрі жауапты пайдалану бүкіл қоғамның міндеті. Бірінші мәселе жеке деректердің құпиялылығы. Жасанды интеллект жүйелері біздің мінез құлқымызды, орналасқан жерімізді, тіпті дауыстарымыз бен түр әлпетімізді талдай алады. Бұл деректерді жинау қауіп тудыруы мүмкін. Келесі мәселе алгоритмдердің бейтарап еместігі. Егер жүйе бастапқыда әділетсіз деректермен оқытылса, ол да әділетсіз шешімдер қабылдауы мүмкін. Мысалы, жұмысқа қабылдауда немесе несие беру кезінде белгілі бір топтарға қатысты дискриминация байқалуы мүмкін. Сондай-ақ, жасанды интеллект қабылдаған шешімдер үшін кім жауап береді? Мысалы, автономды көлік апатқа ұшыраса, жауапкершілік кімде, бағдарлама жасаушыда ма, жүргізушіде ме, әлде өндірушіде ме? Және тағы бір маңызды сұрақ жүйелердің ашықтығы мен түсініктілігі. Көптеген жүйе модельдері қара жәшік тәрізді нәтижені береді, бірақ қалай екенін түсіндіру қиын. Бұл сенімді азайтады. Жасанды интеллекттің қоғамға әсері өте ауқымды. Бірінші кезекте жұмыс орындары. Көптеген кәсіптер автоматтандырылып жатыр. Бұл кей мамандықтарды жойып, жаңаларын тудырады. Бірақ бұл өзгеріске барлығы бірдей дайын емес. Келесі білім беру мен кәсіби дайындық. Көмегімен жекелендірілген оқыту мүмкіндігі пайда болды. Бірақ бұл технологиялар барлық мектептер мен өңірлерге бірдей қолжетімді ме? Үшінші, әлеуметтік қарым-қатынас. Виртуалды көмекшілер мен чат, боттар адамның қатысуын азайтып жатыр. Бұл жалғыздықты күшейтуі немесе жаңа байланыс тәсілдерін тудыруы мүмкін. Соңғы мәселе технологиялардың тең қолжетімділігі. Тек дамыған елдер мен бай ұйымдар ғана емес, барлық қауымдастықтар дін игілігін көре алуы керек. Жасанды интеллекті этикалық жолмен дамыту үшін халықаралық стандарттар қажет. Мысалы, Еуропа бойынша реттеу актісін қабылдап жатыр. Әзірлеушілерге арналған этикалық кодекстер енгізілуі керек. Бұл әділеттілік, ашықтық және инклюзивтілік принциптерін сақтау, қоғамдық бақылау механизмдерін күшейту, азаматтар мен сарапшылардың пікірін ескеру. Инновация мен қауіпсіздік арасында тепе-теңдік сақтау бұл саладағы ең үлкен сынақтардың бірі. Қорытындылай келе, жасанды интеллект үлкен мүмкіндіктер көзі. Бірақ оны жауапкершілікпен, әділдікпен және адам игілігі үшін қолдану барлығымыздың ортақ парызымыз. Білімді, саналы, этикалық шешім қабылдай алатын цифрлық азамат болайық. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет.